Баршаңызға сәлем. Бүгін 15 минутта дайын болатын өте дәмді кекс дайындайтын боламыз. Біздің кекс өте жұмсақ, үлпілдек, дәмді болып шығады. Кекс дайындау үшін бізге бар болғаны 2 жұмыртқа, 1 банка сгущенка, ерітілген сары май және қопсқыш қажет болады. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқамызды саламыз, үстінен қоюлатылған сүтімізді қосып, екеуі біріккенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, сізге осы форматтағы видео ұнады ма? Ұнаса комментарийға плюсик қойып кетуіңізді өтінемін, және де каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Үстінен ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Миксерді қажет етпейтін кекс бастысы барлық ингредиенттерді жақсылап араластырып алу қажет. Келесі кезекте ұнымызға 1 шай қасық қопсқыш қосып, жақсылап араластырып, електен өткізіп, қамырға қосатын боламыз. Біздің кекс үлпілдек, дәмді, әдемі болып шығу үшін ең бастысы қолданатын заттарымыз бөлме температурасындағы жылы заттар болуы қажет. Және де ұн мен қопсқышты араластырып алып, міндетті түрде електен өткізіп қосыңыз. Сонда пирог жасасаңыз да, кекс жасасаңыз да пышный болып шығатын болады. Жақсылап біріккенше түйіршіктер қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Сонымен біздің қамыр дайын. Кекстің рецептісін видеоның астындағы описаниеден таба аласыз. Шеттерін күрекшенің көмегімен осылай жинастырып аламыз, және де формаларымызға құйып шығатын боламыз. Кекстің формасын алып, жартыдан кішкене көбірек етіп, 1-2 қасықтан құйып шығамыз. Бізде бұл рецепт бойынша 12-15 капкейк шығады. Достар, менің арнамнан неше түрлі дәмді тағамдардың, оригинал торттардың, пирогтардың рецептісін таба аласыз. Жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, уведомленияны қосып қойыңыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойып, 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің дәмді, иісі мұрныңды жаратын тәтті кекстеріміз дайын болды. Біздің кекс өте үлпілдек, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, аузда еритін кекс болып шығатынына сөз беремін. Сіздерге ұнады деген ойдамын, міндетті түрде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Пока-пока.